Good morning for everybody. I'm glad to see you. First of all, pay attention to the following sentences. Келесі сөйлемдерге назар аударайық. Осы сөйлемді оқимыз, жазамыз, және де тапқан жаңағы түбі етістігімізбен негізгі етістіктің астын сызып шығайық. A lot of letters are written every day. Бұл жерде бізде түбі етістігі are және негізгі етістік written. Келесі сөйлемде was written, is being reconstructed, was stolen және will be provided. Бұл сөйлеміміз біздің қандай грамматикалық тақырыпқа сай екенін біз қазір анықтайтын боламыз. Тексерейік, Жақсы. Енді біз осы жерден формула құрап шығару керекпіз. Біз білеміз, бізде формула бар. Мысалы, мына тұрған бізде to be қосамыз. Мына тұрған бізде written, ол етістіктің үшінші тұлғасы. Ал мына тұрған біздегі алдындағы a lot of letters, a book, the museum, her jewelry, the gifts деген бізде жаңағы субъектіміз, subject. Бұл бізде қандай ненің формуласы болып шықты екен? Ойланайық, тексерейік. The passive voice. Ағылшын тілінде active voice және passive voice бар. Passive voice деген бізде ырықсыз етіс, яғни ырқынан тыс. Бізде бұл жерде іс-әрекет істеуші емес, іс-әрекеттің өзі маңызды. The novel was read by mom in one day. This film wasn't liked by no one. The windows had been broken. Яғни терезелер сынған. Кім сындырғаны маңызды емес. Келесі тапсырма. What do we use the passive voice for? Біз passive voice не үшін қолданамыз деп айттық? When we are interested in the action. Мұнда бізде таблицасы берілген passive voice'тың қандай формулада қолданылатыны. Барлық формулалар берілген. Енді мына жерде which of the following sentences is in passive voice дейді. Present simple passive'те тұрған сөйлемді табамыз. Біз жаңа айтқан болатынбыз. Бізде passive voice'та ырықсыз етісте іс-әрекет істеуші болмайды. Яғни біз мына сөйлемдерді алып тастасақ, бізде әрине үшінші blue shoes are worn by them деген сөйлем қалады. Келесі тапсырма. Дәптерімізге орындаймыз. Complete the sentences with the correct passive form of the verb in brackets. Яғни жаңағы таблицаға қарап, есімізге түсіре отырып, мына жаттығуды дәптерге орындаймыз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.